Келіп болсын, биыл тем более 50 жылдыққа Қали Жуасович енді ерекше тұлға ғой. Біз үнемі сіздер айтып жүресіздер, сол кісінің дәстүрін сақтаймыз деп енді. Бұл біздің факультет үшін былай бір сакральды тұлға. Ерекше ол кісінің жүрген жүріс-тұрысы, айтқан сөздері аңыз тұлға ғой, енді былайша айтқан кезде. Сол туралы да біраз естеліктерді жазып алып қалайық. Сол Қали Жуасов туралы біраз кішкене әңгімелеп берсеңіз. Мен өзім қазір ұстазбын да, мен методиканы оқыдым да, кезінде қазір осы 2 жыл болды ғой методиканы жастарға берген. Методиканың мәнін Казгуден кейінгі оқытырған адам Жуасов деп айтар едім. Мен сондықтан Жуасовты өзімнің ұстазым деп санаймын. Оқуға жаңағы Евгений Арыстанович мені жетектеп мына жерге кіргізді. Мен келгенде Қали Жуасовтың алдына келдім. Сосын кейін түсіндіріп айттым, осындай семьямызбен келдік, осылай. Сонда мына жерде Лободы 40-тағы квартира, анау жатақхана бар екенін Қали Жуасов айтты. Қазір сондай кісіге барасың, Петрович деген кісіге, ол саған не береді? Бөлме береді. Петровичтің де сырын айтып қойды. Петрович дұрыс үй беру үшін де енді бір нәрсе апарып беру керек деп күлкім келді. Мына кісіні бір көргенде сөйтіп айтып отырдым. Кімнен бітірдің, кімнен оқыдың? Мен айттым, Бекмахановтың қызы 1-ші курста сабақ берді дедім. Ақынжановтан сабақ алдым деді. Ақынжанов туралы айтқан кезде Қали Жуасов есіне алды. Ақынжанов баяғы Бекмахановтың үстінен арыз жазатын аспиранттардың бірі ғой деді ғой. Мен ол кезде оны білмейді екенмін. Бітіріп келдік. Сөйтсек жаңағы Мұсатай Ақынжанов сол кезде Бекмахановтың үстінен Хайдаровамен бірге арыз жазған кісі екен. Кейінде оның документтері шыққан кезде барып бірақ білдік қой. Солда сабақ берді ме дейді, сол берді. Сосын Жиреншин сабақ берді дегенде ол кісіні мақтап жүреді. Жиреншин қазақ жаңағы пресса немене баспасөз тарихының құдайы ғой деп. Сосын кімнен ғылыми еңбек жаздым, айттым, Әбу Сақтағанш Тәкенов дегенде оны кісіні де білем. Ол жаңағы кімнің Бекмахановтың соңғы аспиранты ғой деп Тәкенов туралы да жақсы сөз айтты. Сосын Шупеков туралы жақсы, не керек Казгудың тарихшыларының бәрін білетін, сондай жақсы қарсы алып, сосын жолдасың қайда дейді, жолдасым осылай армияға кетті, 2 айдан кейін келеді деп. Жақсы деп, сөйтіп мен бұл кісінің қолынан қағазды алып Петровичке барып, жаңа бұл кісінің айтқан методикасымен Петровичке соны беріп едім. Ол кісі маған жақсы матрас берді. Үйде матрас та жоқты, құрчимадан ғой, киіп не жоқ. Матрас берді, сосын темір кровать берді, балконы бар, үй берді, бір бөлме. 32-ші комнатта балконы бар. Мына жақ химфактың студенттер тұрады, бір жағында түгел мұғалімдер тұрамыз. Нейля Ахметовна тұрады. Жатақхана ғой? Жатақхана. Бір жағында Нейля Ахметовна тұрады. Сосын кейін Жанна Мансуровна Юрина менімен бірге келген. Сосын кейін бір Қыздарбековичтер уже біз кіргенде олар үй алып кетіп жатты. Біз молодой 2-ші поколение, біз соған кеп тұрдық бәріміз. Сөйтіп қайтадан қайтып кеп, сосын Қали Жуасов маған айтты, приемный комиссияда жұмысқа кіресің деді. Мен әлі приказда шыққан жоқ, бұл кісі мені приемный комиссияға апарып жұмысқа отырғызды. Орал Мансурна филфаққа қабылдап, матфаққа қабылдап отыр екен, мына балаға түсіндіресің деді, документті осы бала қабылдайды деп. Қали Жуасов маған қатты сенім тапсырды. Қали Жуасовтың әділдігі керемет әділ адам еді. Қазір мынау Марат Тоғжанов Батыс Қазақстанда әкім болып жүр ғой. Марат Тоғжанов документ тапсырды. Танымаймын, бірақ документтердің бәрін кереметтей қараймыз. Ол кезде орыс пен қазақтың арасында бір үлкен бәсеке бар. Қазаққа тартамыз, орыстар көбі түседі көбіне. Сосын жаңағы Тоғжановтың балы өте жоғары, бір орыстың қызының балы да жоғары. Бірақ Қали Жуасов да орыстың қызын өткізем деді. Сосын мен анау документтердің қабылдайтын жерде бір заңды қарасам, орманшының баласы вне конкурс өтеді дегенді тауып алдым. Сосын Қали Жуасовқа көрсеттім. Қали Жуасов, сіз ана орыстың қызын алам дейсіз ғой, мына баланың әкесі орманшы екен. Міне деп, оны қайдан таптың? Ой, мынауың өте дұрыс қой, әкел. Біз әділетсіздік жасаған екенбіз ғой деп, мына кісі анан аласап, сосын Тоғжановтың документін айтады. Документінде тұрма несі деп жаңағы қағазы. Ал жоқ. Мен сонда бірінші рет өтірік айттым ол кісіге. Ішінде документі тұр деп. Сосын жаңа Тоғжанов деген баланы іздейін. Көп абитуриент күнде келіп жүреді ғой, конкурс күтіп. Сосын тауып алдым. Айттым, бала, сен батыстың баласы екенсің ғой. Мен кішкене саған бүйрегім бүріп тұр. Бізде батыстықымыз деді, мен сағындықтықсың ғой. Сенің папаң лесник екен ғой. Ана жерде жазылып тұр. Ана қолмен жазған заявлениеде әкем лесник деп жазылып тұр. Бірақ соған подтверждающий справка жоқ. Сен ауылыңа звонда, самолетпен соны алып кел. 2 күннен кейін сен оны әкелмесең, сен конкурстан өтпейсің. Өйткені ана қыздың бір нәрсесі артықшылығы бар айтыр, ана қыздың. Бір жұмысшының ба бірден кесе айтыр.
2 күннен кейін самолетпен жаңа қағаз келді, мен орнына салып қойдым. Калюжас қағазды көрді да, ана қыз да келді, мен өтуім керек деп дауласып, жоқ міне мынандай деп ана документті көрсетіп, сөйтіп Марат Тоғжанов оқуға түсіп кеткен, қазір қоймайды. Апай, мен сізге өмір бойы қарызбын деп қояды да, мен айтамын, жоқ, ол қарыздық емес, ана кісінің әділдігі ғой. Егер сол қағаз болмаса, жаңағыдай дүниені тауып алмасақ, сен өтпес едің деп. Сосын бұл кісінің екінші бір мықты тарихшы, енді мықты тарихшы деп ойлаймын. Өзі Октябрь революциясының тарихын оқиды, бірақ бүкіл Қазақстан тарихын керемет біледі. Дүниежүзінің тарихын телғарындерді Хасеновтермен дауласады. Хасенов Германияны айтса, бұл кісі Бисмаркты айтып аузын ашырмайды. Мынау кімді Польшаны айтса, Пилсудскийді айтып, бұл кісі телғарының аузын ашырмайды. Сондай олар осы жерде осы деканатта алдымен сабақ басталмастан бұрын осы жерде бір мини не болады жаңағы. Совещание болады, келеді, докладывать етеді. Сосын бәрі сабаққа кетеді. Калюжаштан бір не алады жаңағыдай. Энергия алама, установка алама. Сосын сабаққа жаңағы қатысып аралап жүреді. Бір күні менің сабағыма кірді. Неде биология факультетіне кеттік ол кезде уже қақаған боран. Или сабақ сол жерде болдым. Әйтеуір мен тақырыбым Иван Грозный, жақсы білем. Иван Грозныйды мен Алматыда оқыған нем бойынша түсіндіріп жатырмын. Сондай қатал адам, жаңағы сондай опричнинаны қырған, өзінің баласын өлтірген, сондайларды айтып. Сабақ біткеннен кейін Калюжас шақырып алды да менің сабағымды быт-жытын шығарды. Қалай? Иван Грозный бұл Хақназар ғой. Хақназардың кім екенін біз қайдан білеміз? Қазақстан тарихын оқытпаған ол кезде. Хақназар объединяет Қазақстан территориясын біріктірген адам. Бұл сондай бір орталыққа бағынған орыс мемлекетін құрушы, великий реформатор, военный реформаны жасаған. Ол жаңа баласын өлтірді деген ағылшындардың легендасы. Бұл дегеніңіз Иван Грозный менің көз алдымда басқадан болды ғой. Кейін студенттерге Иван Грозныйды анандай айтатын болса жандарын шығармай айтып. Жоқ, Иван Грозный бұл керемет орыс мемлекетін бір орталыққа бағындырған. Реформасы мынандай. Бұл кісі маған түгел түсіндіріп, сабақты осылай беру керек деп. Өзі методист емес, бірақ методикадан осылай сабақ берді. Содан кейіннен тағы да бір не болғанда мен 12 жылы отан соғысын түсіндіргенде шақырдым, сабағыма кіріңізші деп. Сол кезде мен Наполеонды баға бергенім, бұл кісі қатты ұнады. Өзін қабағын бүйтіп отыратын, бүйтіп сөйлейтін кісі ғой. Өзің қызық екенсің деп сөйлейтін, қызық адам екенсің деп сөйлейтін, көңіл толмай қалса сөйтіп. Сосын ал көңіл толып қалса, өзін сындан қорытынды шығарады екенсің деп маған кереметтей мақтау берді. Кейінде заседание болған кезде, міне сабақты осылай беру керек. Еще мен әлі не емеспін ғой, мұғалім емеспін ғой. Жаңағы лаборант жартылай ставкада істеп жүрмін. Міне көрдіңіз бе қалай сабақты береді. Сөйтіп мен Россияның феодализм тарихын осы Калюжастың арқасында кереметтей білдім. Сосын Калюжастың бір несі, конечно, Москваға барғандағы сөйлеген лекциясы бүкіл Кавказды таңғалдырды. Кенесарыны айта алмай тұрып, Калюжас Шамилді қорғаған кезде бүкіл Кавказ шоқынған ғой. А Шамилді қорғағанда, сон кейіннен сұраймыз ғой, неге солай айттыңыз дегенде, Шамилді қорғап тұрғаным мен Кенесарыны қорғағаным ғой деп. Сосын Калюжаспен әңгімелескенде Бекмахановты жаңағы травить етіп жатқан кезде қазақтар жабылып Бекмахановқа не жазғанда бұл кісі молодой Жуасов соның есінде жиналысында қатысқан екен. Көрдіңіз ба, бұл тірі сол кімнің қалай сөйлегенінің барлығын бізге айтып берген адам. Сол кезде мынандай жазатын дүние жоқ. Егер Калюжас сонда сөйлетіп қойып айтсақ қой, бұл нағыз әлгі далалық ауызша тарихнаме живой тарих болушы еді. Сонда кімнің қалай сөйлегені, Хайдарованың кім екенін, Хайдарованың неге оған қарсы шыққанына дейін осы кісі айтып берген. Калюжастың әділдігі сондай. Бір нәрседен ғана Калюжасқа өзінің пендешілік ренжіген сияқты болды. Московский аспирантураны маған шақырту келді. Мен Москваға аспирантураға жазғам. Сонда айтты, сен балаң бар ғой, бармай-ақ қой, сенің орныңа Бануды жіберейін деп, Бану машинаны жіберді. Сол кезде қатты ренжіп қалдым Калюжасқа. Сөйтсем, Бану машина Калюжастың ең жақын жаңағы әйелінің сіңлісі екен ғой. Сол кезде мен ойладым, Калюжас әділетсіздік жасады деп. Абылай қарасам, анау бәрі сұраған ғой, жалғыз кішкентай қызы бар, мұны қайда тастайды. Ана жолдасы аспирантурада Москвада, Алматыда, бұл Москваға кеткенде семьясы не болады деген сондайды ойладым депті. Кімге? Есеней Тәжібаев бар ғой, мен Тәжібаевқа барып жыладым ғой. Бұл қалай маған келген аспирант дегенде, сен оған ренжіме. Сен 3 жыл Москваға кетесің, 1 жылдан кейін сағындық бітіріп оқуды мұнда келеді. Сонда семья не болады? Калюжас айтты дейді. Бану машина марқұм ол кезде семьясынан ажырасып кеткен болатын.
көрдіңіз ба, жалғыз басты. Әлеуметтік жағдай бәрі соны есептегенде айтты, жоқ оған бану барсын депті. А бұл ертең сағында оқу бітіріп келеді, сонда еще неде тұрамыз ғой жаңа, жатақханада тұрамыз, сонда ол қалай болады деген сонда ойлаған екен. Кейіннен ешқандай түсінгенде ойладым, қазір сонда ойлаған екен ғой деп. Сосын диссертация қорғайтын кезде қорғамай жүрдім. Москваға барам, диссертацияларды қарасам, бәрі бір-біріне ұқсайды. Сонда қойшы олар немене бірінен бірі көшірген, жазбаймын деп 5 ай Москвадан келгеннен кейін диссертацияны жазбаймын деп айттым. Қалай жазбайсың? Жоқ, жазбаймын. Ешқандай жаңалық ашып жатқанын көрген жоқ. Прибалтиканың диссертациясы Қазақстанда жүр. Сондай деп менде бір какой-то бір пессимизм басталды. Сон бір күні Калжас мені шақырып алды. Ал енді сенен 5 орыстың баласы диплом жазады екен. Енді сене жазбайды деп. Неге жазбайды мені? Специалистерден жазады. Бізде 2 специалисттер бар. Солар кеп маған жалғыз етті. Қорғамаған адамнан орыстың 5 баласы жазайын деп жатыр. Сонда Великий Степ Русь деген диссертацияны, теманы мен беріп жүргенмін орыс балаларына. Сен жазбайсың деді. Сосын кетіп қалдым да, сосын қайтып келдім, Калжаш специалисттер деген кім деп. Мен саған айтайын, мүмкін сенің намысың оянар шығар деп. Сосын оказывается Есетпенен Нұрымбек екен. Екеуі де кандидат, молодой кандидаттар, менің шәкірттерім. Ана кісіден неге 5 жазады, бізден 1 жазбайды деп. Сосын айттым, Калжас, бұл жерде дау болмасын, давайте ана 5 орыстың баласын шақырайық. Егер солар жазам десе, мен қазір берейін деп. Тем более мен орысшаны жөнді білмейді деп ойладым екен екеуі. Сонда айттым, екеуіне 1000 рахмет. Осы екеуі болмаса қорғамас едім. Содан шақырдан екеуі де отыр, мені шақыр. Сосын жаңа шақырды орыстан. Быков біреу, Александр. Андрей. Почему ты пишешь? Вы будете писать у кандидат молодых, вот у них будут писать, ты там, если автор пришел. Нет, мы будем писать у Нурсултан Ахметовна. Она нам всю жизнь феодализм читала, мы у нее будем писать. Соны шығарып жеттан екеуін айтты. Жігіттер, ренжімендер. Нурсултан Ахметовнадан үйге әзер келдім. Онда көңілден ұялдық қой. Сосын Сағындық айтым, Сағындық, енді тамағыңды өзің жасап іш. Мен диссертациям отырайын деп. Сосын Аманжолмен ақылдастым, сосын Аманжол айтым, мен жазғанды көріп пеш, Аманжол, мен өзім ойлап, түкке тұрмайды деп. Аманжол Күзенбай. Күзенбайға ол ана университет тұр ғой, короче, соны апарып бердім. Ол бір жеттіңіз онда, сен жұмысын ба, мынандай жұмысын неге қорғамайсың? Қаншама архив жинағасың? Ты что, тем более секретный документтер бар екен сенде, сен осы қорғадың. Сосын неге Абдаким деген досымыз Теміртауда городскойда бір бастық әйтеуір. Ақша жоқ, ана енді авторитеттерді шығаратын. Сосын мына жерде обсуждениеге кафедраға қойдым жұмысты. Калжас риза болып, міне дұрыс болды. Сен неменеге жүресің деп. Соны обсуждениеден кафедрадан өттім да, бұлар рұқсат берді. Сосын мен автор рефератымды шығарып, кімнің алдына әкеліп тастай салдым, Есеновтің алдына. Есенов мына кісілерді қорғайды. Сосын Есенов алып, қандайсың сен? Айтпай бізге. Сосын Калжас айтты, жоқ, бұл сен ауырып жатқанда өткен заседаниеда. Сосын айтты, Алматыға командировка кетесің. Сосын Алматыға кетіп, Қасымбаевтың несінен мен қорғадым. Диссоветінен қорғадым. Сонда ол кісіге мен жаңағы Евгений Арстар сияқты мен Калжастың алдында ойлаймын, менің де намысымды ойнатып. Сонда айтады, неге қорғамай жүрсіңдер деп ұрсатын ұлдарға. Маған енді мен аспирантураны мен сосын заочно бітірдім, Алматының заочно аспирантурасына түстім, Москваға бармағасын. Енді мен заочно аспирантурада жүргеннен кейін, сосын көп жыл лаборант болып жүргеннен кейін бұл кісі мені аяды ғой деймін. Енді қорғамаса қорғамай қойсын деп жүрді де, ал Москвадан келгеннен кейін маған неге қорғамайсың деп, аналардың сөзін күнде естиді, бұлар күнде келіп айтады. Сосын кейін маған сөйтіп намысымды қайрады. Мен сосын қорғадым, кейін ойлаймын, қап біреу намысымды қайрағанда докторскийда қорғап жүрмін. Сонда Калжас сонда тонкий психолог екен ғой, оказывается. Көрдіңіз ба, аналарды шақырып, кандидат бидет специалистерден жазады. Сен специалист емессің деп қой. Сосын мен түсінбеймін, специалист кім деп ойлап, ойбай, ол кезде абсолютно сөзге мән бермейді екен. Қазір мен сөзге мән беріп жынданасың ғой бірдеңе. Оказывается, бұлар сонда бәрін қарап отырып, ақырын ғана тактично мені қорғап келгенде ең бірінші қуанған осы кісі телеграмманы, Сағындық диссертацияны Кемеровода қорғаған телеграмма үйде жатыр, тауып алуым керек соны. Телеграмма жіберген Калжас. Алматыда маған звондаған Калжас. Айттым ғой мен саған қолымнан келеді депті. Ой, кейіннен декандықтан түсіп, әйелі қайтыс болғаннан кейін үйге қонаққа шақырған ғой. Сонда маған айтады. Өткенде сол есіме түсіп кетіп, министрдің алдында айттым ғой. Университеттің полын жуып жүріп,
диссертация қорғадың ғой деп. Сонда мен действительно тереземді жуып жүресің, анда жуамыз, Аня деген қыз бар, әлі Сөкшидің лаборанты. Біз для нас анау ешқандай ұят емес болатын. Қазір лаборанттар отчествосын айтпасаң намыстанады екен. Бізге ондай жоқ. Біз полды да сүртіп жіберетінбіз, жуып та жіберетінбіз. Мынау Илюшаны тәрбиелеуден шаршадым мен. Илюша төрге отырып алатын. Соны маған Қанат айтады, ананы тәрбиелесеші апа деп. Сонда айтамын, Илюша, үлкендер отырсын. Біз осылай отырып өстік деп айтамын ғой Илюшаға. Сол ешқандай адамның намысы емес екен, ол ақасы осы кісілердің жаңағы тәрбиесі. Енді мен 5 жыл Казгуде оқып жүріп, ол жерде де жаңағы Бекмаханованың қамқорлығын көрдім. Орысшаны қалай үйретуді айтты. Тәкенттің де қамқорлығын көрдім. Бірақ мына жердегі екінші мұғалімім маған Кальжуаш болды ғой. Керемет сондай әділ адам еді. Сосын шыдамай кеткенде қызық адам екенсіңіз деп ұрсатын сондай керемет. Сұңғатты керемет жақсы көретін, ертіп жүретін қасына. Ол кезде мынандай технический средства жоқ. Сұңғат бәрін жасайды. Сұңғатты керемет жақсы көретін. Ал енді сабағына кірсең, рақаттанып шығатынсың. Бәрін айтады. Бүкіл дүниежің, Покровскийдің да еңбегін, Панкратованың да еңбегін қандай екенін Кальжуаштан үйрендік. Сонда екінші университет Жуасовтың қоластына түскенім, мен екінші университет бітіргендей болдым. Сондықтан бұл кісіге мен методикада Қақназарды Иван Грозный екеуін қатар қойып түсіндіру дегеніңіз совет үкіметі кезінде бір ерлік шығар деп ойлаймын. Сондай адам еді, иманды оғыр. Жақсы адам еді. Сөйлегенде, бұл кісі өзі кішкене мұрнынан сөйлейтін кісі ғой. Бірақ ол кісі сөйлегенде алдында бір қағаз болмайды ғой, сол қолмен жазады еще бәрін. Конспектін сол қолмен жазады. Солақай жазады. Өте красиво жазады жаңағы. Сөйлегенде бір қағазға қарамайды ғой. Анау басында бірінен соң бір кетіп жатады. Октябрь революциясы кетті, гражданский войнаңыз кетті, онан кейін Қазақстанға кетеді. Сонда бұл кісінде логический керемет. Екі тілде бірдей сөйлейді. Орысша таза сөйлейтін еді. Сосын бізге үйретіп кетті ғой. Бұл екінші үйің. Бірдеме болса екінші этажға бармайсыңдар дейді бізге. Главный корпусқа. Осы жерде шешеміз бәрін. Талай семьялық жағдайлар болып ғой мұғалімдердің. Сонда бәрін жинап әкеледі, әйелдер арыз жазып келеді. Осы жерде бәрін Кальжуаш мирным путем шешеді, жібереді. Бұл біздің отанымыз. Сонда тарих факультетінде қазіргі ынтымақтастық, үлкендік, сыйластық дегенді үйретіп кетті. Кальжуаш тұрған жерде ешкім онда сөйлемейді, ол кісі сөйлейді, айтады. Сосын кейінде осы жерде дұрыс болмады ғой, Кальжуаш десең сонда бітеді. Солай ма деп, еще бала сияқты. Сол еще мойындайды жаңағысын өзі. Жаңағы жерде дұрыс болмады ғой деп айтасың ғой. Солай ма деп, солай мойындайтын кісі еді. Әппақ болып жүреді, таза киінетін. Чистейший интеллигент кісі болды. Қолы бар ғой. Кейінде білдім, бұл кісі төренің тұқымы екен. Оның қанында болды, қолында бірдемесінде бір төрелік білінетін. Жүріс-тұрысы. Сондай киім киісінде, сөйлеген сөзінде сондай төрелік болатын. Кішкене үстемдігінде көрсетеді. Маңғазданып жүреді. Сосын жаңағы властный жерде властный болады. Енді сол кісінің Алматыдан келіп жатқан комиссияға қарсы сөйлеген шіркін сол нелер протокол жазылды ма екен, жазылмады ма екен. Евгений Арыстановты қорғағанда бір қанатына су сепкен қарлығаштай қорғағаны көз алдынан кетпейді. Қасында жүргендер Евгений Арыстановқа ондай жасамады. Керісінше жамандады. Айтқандары бар. Менің тарих факультетіндегі өмірім, 48 жыл өмірімде осындай болды. Кальжуашты не Хасенов, не Тельгарин, не Багинский біреуі қарсы қалмайтын. Олардың оқитын курсының барлығын Кальжуаш білетін. Багинскийге Пилсудский аузын ашамайды. Вообще айтып тастайтын. Ты же не знаешь, он такой деп сөйлейтін бар еді, мұрнын сөйтіп қояды да сосын айтады. Багинский басын шұлғып отырады. Орешникова, жаңағы Вес Михайловна, Свиденко, Кальжуаштың алдында стойка смирно тұрады. Орыстың мықтылары ғой, енді мықты мұғалімдер. Анау историографиядан мықты, анау методикадан мықты. Кальжуаш соларды убедить еткен кезде барлығы білімі жоғары. Бұл кісі учительский институты бітіріп, кейінде ғана бітірген кісі ғой, көрдіңіз ба? Ананың барлығын жоғары жақты бітіріп келдім деп көкіректер бар еді. Оның ішінде иманды болар, Мырзағали Қасенович, мен Германиядан бірдемеден өтіп келдім деп Әлімжан Мұнаш екеуі. Бұлар батыстың историясын көбіне сол козирать етіп айтқан кезде Кальжуаш олардың батыстың историясына, қазақтың историясын қояды да. Бір Шыңғысхан, әсіресе мына есімде, мынау сол мақаланы тауып алу керек. Тауасар Қазыбек бірдеңке Тауасарұлының мақаласы шықты. Қазыбек Тауасарұлы деген.
Ол мақаланы Кали Жуас быт жітін шығарып тұрып, сынап тұрып жазып үлкен мақала жазған. Орталық Қазақстанда бар шығар, тауып алып көрсеткен. Иә, Кали Жуас быт жітін шығарған. Ойбай, осы жерде елдің бәрі. Сосын тағы мына политехникада бір тарихшы кісі болды. Ол да бір еңбектерін әкеліп осы жерде Кали Жуас оның бәрін сонда ана кісі айтады, сіз Россияның тарихын оқисың, ана оқиғасын оқисың, бұны білмейсің дейді. Кали Жуас прямо доказательно, документально бәрін айтады да, быт жітін шығарады. Осында бір кісі болды. Жаңағы негізі дұрыс айтасыз, талдау керек, иә. Сонда Қазақстан тарихын оқуға рұқсат жоқ әлі. Енді ғана басталып жатыр. Сосын анау 85 жылы, ал енді кім қазақша тарихты оқиды дегенде бірінші мен қол көтердім. Кітап жоқ, қалай істейсің дейді. Мен жоқ, аударам, мен тарихнаманы оқиын деп 85 жылы жаңағы тарихнаманы кафедрада мен алдым. Ең алғаш тоқы басталып. Иә, басталып жатқан, енді қазақша оқыңдар. Сонда көбі, біздің қазақ жігіттердің көбі қашты, кітап жоқ, оны аударып отырамыз ба деп. Сонда айтты, мен онда тарихнаманы оқиын, аударам деп. Сонда Кали Жуас қолдаған. Дұрыс, заманы келе жатыр деп. Бұл кісі сенді ғой кереметтей. Ой, иманды бауыр. Иманды болсын, иә. Жақсы, рахмет.